Қайырлы күн баршаңызға. Видео басталмастан бұрын арнама жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осы бауырымның сұрағына жауап беріп кетейін. Австралок туралы айтшы дейді. Австралок дейтін порода өте жақсы порода. Бұлардың түрлері өте көп. Ақ түрі бар, пепельный түрі бар, сосын қалай пестрый дейме, сондай бір түрлері бар өздерінің. Мен енді өз басым қара түрін ұстап жатырмын, потому что өзіме қара түрі ұнайды. Свет жағынан да мені көріп тұру, әдемілік жағынан да осы қара түрі өзіме ұнайды. Бірақ енді бұның ақ түрі де әдемі екен. Мен көрген ақ түрін, сол себепті енді пока бізде қара түрін асырап жатырмыз. Біріншіден австралоктың плюс жақтарын айтып кетейін. Австралоктың плюс жағы ең бірінші жағы жұмыртқа туғыш, жұмыртқаны жақсы туады. Және де ауру сұрқауға өте әлсіз тауықтардың бірі емес, әлсіз емес бұлар. Суыққа да, ысыға да төзімді келеді, ауруға да төзімді келеді тауықтардың бірі. Үшіншіден, бұлар өздері жұмыртқа туады, өздері басады австралок породасы. Бір жақсы жері сол, бұларға инкубатордың қажеті жоқ. Біреулер айтып отыр, инкубатор керек па, инкубаторыңыз бар ма? Инкубаторым бар, бірақ та инкубатор бұларға қажеті жоқ. Содан кейінгі мәселе, австралок дейтін минус жағын айтатын келсе, минус жағы жоқ. Сөздің шыны керек, бұлардың плюс жақтары өте көп. Және де мен австралокты өзімнің асырап жатқан себебім, бұлардан ақшаны жақсы ақша табуға болады. Бұлардың бір жұмыртқасы 400 теңгемен 1000 теңгенің арасында құрайды. Әр порода әртүрлі. Енді әр порода дегенде линиясына байланысты. Қырғызстан, Түркия жақтары кішкене қымбатырақ келеді, ал Россия жағы шыны керек арзанырақ керек. Енді менде қазіргі уақытта қырғызстанский линия атештер. Сол себепті енді менің жұмыртқаларым қазіргі уақытта кішкене қымбатырақ болады. Сол айтатын, бұлардың плюс жақтары өте көп. Енді айта берсек, видеоны до конца толтырып тастауға болады. Сол себепті австралок тауықтарын ұстағыларыңыз келсе, жақсы ақша табасыздар ғой. Бұлар өте жақсы тауықтардың бірі. Сол себепті асырауға кеңес беремін енді. Бұларда деген.